Ақша психологиясы. Бай болу үшін нені өзгерту керек? Оның 10 әдісі. Ақша психологиясы байлықтың өте маңызды аспектісі болып табылады. Өйткені ақшаның мәні бұл энергия және оның ағынын үнемі сезіну үшін оған оң көзқараспен қарау өте маңызды. Ақшаны қалай табуға болатынын түсіну үшін алдымен адамдар оны неліктен жоғалтатынын түсіну керек. Мұның бірнеше себептері бар. Бірінші, ақшаны жақсы көру керек. Көбінесе адамдар ақшаны ұнатпайды. Ақшаға деген сүйіспеншілік пен ақшаның оң психологиясы қандай екенін айта аласыз ба? Бір сәт ойланыңыз. Кейбіреулер мен оны жұмсағанды жақсы көремін дейді. Сонда балаларға деген махаббат деген не? Сіз олармен серуендегенді ғана ұнатасыз ба? Әрине жоқ. Балаларға деген сүйіспеншілік оларға қамқорлық жасаудан көрінеді. Ақшамен де дәл солай. Ақшаға деген сүйіспеншілік оларға көңіл бөлуден және қамқорлықтан көрінеді. Мысалы, екі түрлі адам әмиян сатып алуға барады. Біріншісі жаңа әмиян керек деген оймен жүрсе, екіншісі ақшасын ыңғайлы етуді ойлайды. Егер сіз ақша болсаңыз, қандай әмиянға кіргіңіз келеді? Әрине екіншісіне. Ақшаны жақсы көру керек. Бұл ақшаның психологиясы. Махаббат жер бетіндегі ең күшті тартымды күшке ие. Бірақ сіз ақшаны дүниедегі ештеңеден артық жақсы көре алмайсыз. Сізге алтын орта керек. Ақша өміріміздегі мыңдаған қиындықтарды жеңілдетеді. Өйткені төлем құралы ретінде әрекет етеді және бұл үшін оларды жақсы көру керек. Ақшаға деген сүйіспеншіліктен ақшаның оң психологиясы басталады. Екінші, ақшаға қатысты жағымсыз және теріс пікірлер. Менде ақша жоқ деген сөзден абай болыңыз. Бұл сізде шынымен де ақша жоқ екеніне әкелуі мүмкін. Мұндай жағымсыз мәлімдемелердің орнына мынаны айтуға болады. Ақша маған келіп жатыр. Ақша менің есігімді қағып жатыр және тағы басқа. Жаңадан бастағандар әрқашан сәттілікке ие болады деген сөйлемдегі ақша психологиясы. Тағы да баланы мысалға келтірейік. Кішкентай бала бір нәрсені үйреніп бірінші рет жетістікке жете бастағанда, ата-анасы оны бұл үшін мақтайды және жігерлендіреді. Сен дамып жатырсың, мен саған кәмпит, біз сені жігерлендіреміз, сен дұрыс жолдасың. Табиғат бізбен де солай етеді. Біз білім алуда өмірімізде алғашқы дұрыс қадамдар жасаған кезде ол бізге алдын ала нәтиже береді. Осылайша біз дұрыс жолда екенімізге сенімді боламыз және біз осы бағытта және одан әрі жылжи береміз. Ақшаға деген көзқарасыңызды оңға өзгертіңіз. Яғни ол былай: мен ақшаны жақсы көремін және ол менің өміріме оңай енеді. Мен оңай ақша табамын және жұмсаймын. Мен әрқашан қанша қажет болса сонша таба аламын және тағы басқа. Үшінші, ашкөздік пен адамдарға үнемдеу. Сізге ақшаны рахатпен төлеу керек. Қанша төлеу қажет болса да, жақсы көңіл күймен төлеу. Бұл кез келген қызметке, дүкендегі азық-түлікке, жаңа заттар сатып алғанда және тағы басқа төлемдер жасағанда сізге қолайлы ақша психологиясы қажет. Төртінші, өзіңізден үнемдеу. Жоспарлағаныңызды сатып алыңыз. Әйтпесе табиғат ақшаны басқа жолмен алады. Мысалы, досы қарызға ақша алады және оны қайтармайды, әмиян ұрланады. Өзіңізге жұмсауды үйреніңіз және ерте ме кеш пе ақша психологиясы сіздің философияңызға айналады. Бесінші, ақшаның таусылуынан қорқу. Ақша бұл энергия және оны оң атауларымен бірге қою керек. Мысалы, кәрілік үшін емес, саяхат үшін. Жаңбырлы күн үшін емес, тағдырдың тосын сыйлары үшін. Ауруды емдеу үшін емес, денсаулықты сақтау үшін. Алтыншы, мақсаттың анық еместігі. Сіз қанша алғыңыз келеді және оны қайда жұмсайсыз? Сіз онымен сатып алғыңыз келетін нәрсеге негізделген мақсатты жазып, оны бір жаққа қойыңыз керек. Содан кейін барлығын қосып тапқыңыз келетін соманы аласыз. Егер сізде нақты мақсат болса, онда сіз ақшаны қай жерден де таба аласыз. Жетінші, айналадағы жағдайларға назар аудармау. Егер сіз көп еңбектенсеңіз, бірақ ақша сізге келмесе, кейде жан-жаққа қарағанда дұрыс болады. Жақын жерде сіз қалаған нәрсе болуы әбден мүмкін. Сегізінші, қарызға ақшаны дұрыс беріңіз. Қарызға ақша берсеңіз, міндетті түрде оның орнына кепілзат алыңыз. Ломбардтағы сияқты. Сіз кепілдікке затты адам жаман болғандықтан емес, болашаққа ешкім кепілдік бере алмайтындықтан алуыңыз керек. Ақыр соңында адам мысалы түрмеге жабылуы мүмкін және ол физикалық түрде өтей алмайды. Досыңды жоғалтқың келсе, оған қарызға ақша бер деген де сөз бар. Сіз досыңызға үлкен соманы бере алмайсыз. Сіз үшін маңызды емес соманы бөлісе аласыз. Егер адам сізге ақша бермесе, ол сізге бірдеңені үйретіп жатыр дегенді білдіреді. Атап айтқанда қалай қарызға беру керектігін. Болашақта бұл қателіктерді қайталамаңыз. Ақша психологиясы қателіктерді кешірмейді. 9. Ақшаңызды санаңыз.
кедейлік сөзі есепке алынбау деген сөзден шыққан. Сіздің қаржылық ағыныңызды басқарудың жалғыз жолы оларды санау. 10-шы, кедейлік стратегиясы, байлық стратегиясы. Кедей адам ақша үнемдеуге тырысады. Бай адам алдымен тапқанын жинайды, қалғанын жұмсайды. Ақшаны қалтаға бөлу керек. Бизнеске, киім-кешекке, тамаққа, 60 жастан кейінгі саяхатқа, денсаулыққа, балаларға, болашаққа, армандарды орындауға, тағы басқа. Ережені сақтау өте маңызды. Басқа қалталарға қол созбаңыз. Бір қалтамыздағы ақша таусылғанда, сол ақшаны табуға себеп болады. Өзгенің қалтасынан алмаймыз. Табиғат біздің бақыт, амандық, гүлдену үшін жаратылғанымызды біледі, және ол бізді аштықтан өлуімізге мүмкіндік бермейді. Әрбір бос қалта жаңа ақша табуға себеп болып табылады екен. Байлық бұл бізде бар ақшаның бір ай ішінде жұмсаған ақшаға қатынасы. Мұнда бүкіл ақшаның психологиясы жатыр. Қаржылық тәуелсіздік дегеніміз не? Бұл дегеніміз біз жұмыс істемей, жұмсағанымыздан көп ақша таба алатындығымыз. Позитивті ақша психологиясы осындай мақсаттарға жетуге көмектеседі. Бұл бізге ұмтылуға тұрар нәрсе деп ойлаймын.